Саламатсыздар ма оқырмандар? Есімім Гүлдана Жаналықызы, дәрігер. Бүгінгі сіздерге айтатын тақырыбым бұл жөтел, балалардағы жөтел. Жөтел не үшін балаларда біз 2 жасқа дейінгі, 3 жасқа дейінгі балаларда біз жөтелге қарсы дәрілер тағайындамаймыз. Жөтелді біз қалай емдеуіміз керек, сол туралы толық айтпақшымын сіздерге. Ең біріншіден, жөтел дегеніміз бұл организмнің қандай да бір аллергенге болсын, вирусқа болсын, бактерияға болсын қарсы тұру процесі. Яғни тыныс алу жолдарына қандай да бір зат түскен кезде соны шығару үшін организм жөтеліп өзін қорғайды. Егерде біз сол кезде жөтелдерді тоқтататын дәрілерді беріп қоятын болсақ, біз иммундық жүйемізге кері әсерін тигізетін боламыз. Енді біз жөтелді қалай емдейміз? Ең біріншіден жөтелдің тағы бір шығу белгісі бұл мына мұрыннан аққан суға байланысты болады. Егер балада ең біріншіден жөтел басталған кезінде, ең біріншіден мұрынды аквамарис болсын, аквалор болсын, сонымен мұрынға құйып, одан кейін мұрынды сорып алатын, мұрынның қуысындағы бөлінділерді шығаратын отсос дейміз, мұрындық, яғни назальный отсоспен сорып аламыз екі жақтан. Егер де баланың мұрнынан су ағып жүре беретін болса, бұл мұрынның артқы стенкасы арқылы бронхтарды раздражать етіп, жиі сухой кашельді шақыратын болады, және де обструктивті бронхитқа, яғни баланы тіпті алыстан естілген өзінен өкпесі сыр-сыр етіп тұратын болады бұл балаларда. Бұл көбінесе сол қақырықтың мұрнынан келген және бронхтардың өзінің сілекейлі қабатының шырыштарды бөлу нәтижесінде обструкция пайда болады. Енді жөтелді қалай емдейміз? Ең бірінші мұрынды тазалау, екіншіден жылы су бере беру, яғни баланың салмағына сай жылы су береміз. Үшінші түрден, егерде жөтел төменгі тыныс алу жолдарынан, яғни мына жерден төмен қарай ларингит, трахеит, бронхит, пневмония болып жататын болса, тек қана ингаляция жасаймыз. Ингаляция физиологиялық ерітіндімен жасауға болады, бередуалмен жасауға болады, және де пульмикортпен жасауға болады. Егер де сіздің үйіңізде кішкентай бала болатын болса, аналарға кеңесім негізі бір ингалятор алып қойған дұрыс. Сол ингаляторменен балаға 3 уақыттан, 4 уақыттан, яғни дәрігердің кеңесі арқылы ингаляция жасаймыз. Ингаляциядан кейін дренажный массаж, яғни баланы төменнен жоғары қарай еңкейтіп қойып, балаға дренажный массаж жасау арқылы қақырықтарды сыртқа шығарып, рвотный рефлекс, құсу рефлексін шақыру арқылы қақырықтарды сыртқа шығаруымыз керек. Өз бетімізше еммен айналыспаймыз. Егерде жөтелдеріңіз ұзақ болып кететін болса, бірден дәрігерге қаралып, өкпені рентгенге түсіріп, ем қабылдауларыңыз керек. Ауырмайық, сау болыңыздар.